1945 жылы Жапонияның Хиросима және Нагасаки қаласында жарылыс болды. Жарылыс қаланың 90% жарып өтіп, бірден 215 адам қаза тапты. Әлі күнге дейін бұның зардабын шегіп жүргендер де аз емес. Бұл жоба Ғабит Мүсіреповтің көздің әңгімесі деп аталатын балладасына арналып дайындалған. Бұл балладаны қазақ тіліне аудару себебі 500-ге жуық адам жапа шеккен Семей ядролық жарылысын жою және оның жоюға үндейді. Біздің жобамыздың өнімі ретінде анимациялық видеороликтерді алған болатынбыз. Бұл анимациялық видеороликтерді алуымыздың себебі қазіргі жасөспірімдер көп қарайтын заманауи аниме үлгісінде шығармамызды беретін болсақ, оқушылар шығарманың түйінін, мазмұнын, мәнін анық толық түсіне алады деген ойда болды. Хиросима төбесіндегі атом бомбасы жарылғаннан кейін дүние шулап қарсылық білдірді. Төменгі жағын қаланың қай жеріне қадалғанын антай алмадым. Ал менікі көзім жазылса екен, көзім. Жобамыз арқылы біз оқушылардың тарихқа деген және әдебиетке, көркем шығармаға деген көзқарастарын өзгертеміз. Біздің жобамыздың басты мақсаты анимациялық видеороликтер арқылы оқушылардың полигон апаты туралы және де сол кезде зардап шеккен адамдар туралы, олардың хал жағдайы қандай, қазіргі өмірде ондай адамдардың бар екендігі туралы көрсету, ұғындыру болып саналады.